Құрметті оқырман, арнаға тіркеліп әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. Қарғыс атқан келіншек. Бұл оқиға мен келін болып түскен ауылда болған еді. Ата-енем Нәзипа қайтыс болды дегенді естіп, жарықтық неше жыл жатты. Қуатбай марқұм қай жылы қайтып еді? Пәлі 20 жыл өтіп кетіпті ғой, десіп жатты. Ол кісі кім еді? Деген сауалыма енем мына әңгімені жырдай қылып айтып берген еді. Ауыл шетінде тұратын Қуатбай қария қарттығына қарамастан таяғына сүйеніп, күн сайын құдыққа мал суаруға өзі келетін көрінеді. Қария құдықтан суды қауғамен тартып, науаны асықпай толтырып, содан соң барып малын айдап әкелетін көрінеді. Күндердің күнінде Қуатбай қарт айналып келгенше науадағы су жылан жалағандай болып, қарияға тізелері дірілдеп, күшін сарқып қайтадан 40 рет иеліп бүгіліп су тартуға тура келген көрінеді. Және бұл құбылыс күн сайын айнымай қайталана берсе керек. Бір күні Қуатбай, мен әзірлеген суды кім ішіп кетеді екен өзі, деп науаны толтырған күйі орнынан тапжылмай тосып отырады. Сол мезетте қотанның екінші жағынан қой сиырын айдап Нәзипа шығады. Нәзипа осы ауылға жаңа түскен келін екен. Шаруаға тап-тұйнақтай пысықтығымен ел аузына ілігіп қалған келіншек деседі. Бірақ мінезінің шайпаулығы да байқалмай қалмаған. Нәзипаның малы келе сала астауға қойып кетеді. Осы сәтте қалтылдаған қария: «Әй қарағым, мен сияқты қартайып тұрған жоқсың. Менің осыншама қиындықпен алған суыммен малыңды суғарғаның не? Менің малым ішіп алған соң келсең де болмай ма?» депті. «Әрі кет, сақалыңды ұрайын қақпас», депті Нәзипа сонда шімірекпестен. Келіншектің сөз ұқпасын түсінген қария бұдан былай құдық басынан өз малы әбден су ішіп болғанша айналшықтап кетпейтін болыпты. Бір күні қарияның малы құдықтағы суды ішпей үдере тұрып қалады. Бұларға не болды деп суға үңілсе, судың бетінде қызылды-жасылды май қалқып жүргендей болады. Сөйтсе әлдекім тап-таза құдыққа кәрәсін құйып кетті. Кімнен келген озбырлық екені белгілі. Құдай-ай, атам қазақ, су ішкен құдығыңа түкірме демеп пе еді? Құдық басынан жылап оралған Қуатбай қария үйге келген соң мүлде отыра алмады. Шұғыл киініп, ат арбаға жайғасқан қарт бәйбішесінің қайда кеттің дегеніне зиратқа деп қысқа қайырады. Ата-бабаларының қорымына келіп тым ұзақ күбірлеген ақсақал, сақалыма тиіскен пәлекетті өздеріңе тапсырдым деп дұғасын аяқтайды. Осыдан кейін көп ұзамай ауыл жұрты Нәзипа сал ауруына шалдығыпты деген хабарды естиді. Туыстарының апармаған жері қалмай, елде бар дәрігер мен бақсыға түгел аралапты. Сонда да аурудың беті қайтпайды. Жамбасы тесілген Нәзипа тәубасына түсіп, қатесін түсінген болар. Қуатбай қарт дәм-тұзы таусылып, о дүниеге аттанар шағында алдына келіп, Нәзипаның қайнағалары келіп: «Уа ата, келінімізге кешу беріп кеткейсің, көресінін көрді ғой», депті. Ауыр дем алып жатқан ақсақал: «Айналайындар, енді үлгермеймін ау. Демім таусылып барады. Мен кешірім беру үшін қайтадан ата-бабалар қорымына барып дұға оқуым керек. Оған енді халім келмейді. Ертерек келулерің керек еді. Кешіктіңдер», деген екен. Сол жатқаннан Нәзипа 20 жыл жатып, өмірдің еш қызығын көрместен, бейнеттен көз ашпастан көз жұмды. Менің естігенім осы әңгіме еді. Өмірде мұндай жайттардың болғанына, дұғаның күшіне сонда қатты иланғаным бар. Дұға демекші, дұға деген сөз қазір ауызға жиі алынатын болдау. Өйткені заман қиын, жұрттың бәрінің басында қарыз толып жатқан проблема. Тығырықтан жол іздеп шатасып бақсы балгер іздейтіндер көп. Онда барғанда бәрінің естейтіні басыңызда дұға бар. Дұғаға қатысты өзім көрген тағы бір мысалды тілге тиек етпекпін. Менің көршімнің бауыры полиция қызметкері еді. Қызмет сатысымен жоғарлап келе жатқан ақылды да көрікті, мінезі жібектей жігітті бәрі мақтайтын. Әне үйленеді, міне үйленеді деп жүргенде әлгі жігіт жұмысына бармай қалып, неше түрлі мінезде шығара бастады. Бара-бара тіпті үйде жатып алады. Сөйте-сөйте жұмыстан шығып кетті. Ештеңеге зауқы жоқ, тек көрпе жамылып жата беретін. Әпкелері жұрттың бауырларының дуаланған дегеніне сеніңкіремей қойды.
Ақыры әлгі жігіт қайтыс болды. Бір күні көршім марқұм болған бауырының төсек орнын жуып тазартып отырды да жастығының тысын сөкті. Жастықтағы мамықтың арасынан бір уыс қара қауырсын шыға келді. «Ойбай!» деген көршім біраздан соң маған, «Кезінде балгерлер бауырыңды қара тауықтың қанын шығарып, соның қауырсынымен дұғалапты. Үйіңде тауықтан қалған белгі болса, тауып алуға тырыс» дегенін ескермеп едім, деді налып. «Иә, осындайда ауыр ойға қаласың. Басқа атаулының дұға дегені далбаса, көрінгенімен өмірде әлгіндей мысалдар қаншама. Бір күні құрбым газет бетіне апта сайын ұнататын жігітіңді өзіңе қаратып берем деген хабарландыру беретін бір орыс әйеліне хабарласып, оның пәтеріне мені де ертіп барды. Орыс әйел карта ашып, құрбыма «Басыңда сені күйеуге шығармайтын шеңгел бар, соны алу керек» деді. Содан соң бір келіннің тойда киген фатасын, жаңғақтың қабығын және өрмекші ұстап әкелу керектігін айтты. Құрбым әлгілердің бәрін орындады, тек өрмекшіні ұстауға жиіркенді. Сөйтіп өрмекшіні әлгі әйелдің өзі ұстайтын болды. Содан құрбымның аяғын суға салып, балшы әйел басына фатаны кигізіп қойып, дұғасын оқыды. Өрмекшіні жаңғақтың қабығына қамап, оны бекітті де құрбымның мойнына асып берді. 3 күннен соң шешіп, үйіңнің жанындағы ағаш түбіне көмесің деді. Құрбым осылардың бәрінде жасады. Күйеуге жылдам тие қойған жоқ. Бірақ шыны керек дұғаның пайдасы тиді ме, әлде өзінің тағдыры солай ма, әйтеуір кеште болса тұрмыс құрды. Құрбыммен барған жолы мен ол әйелге, «Сіз жігіттердің басын айналдыра аласыз ба?» деп сұрадым. Сонда ол әйел ағынан жарылып, басты айналдырудың 2 түрі болатынын айтты. Бірі жай ғана жігітті қарату амалдары, екіншісі нағыз дұғалау екен. Мен дұғаламаймын, ол үлкен күнә. Жасаған адамда, дұғаланған адамда зардабын қатты тартатын болады. Мойныма ондай күнәні арта алмаймын, деді. Десе де, мен адамдарды бір-біріне қарату үшін жақындастыру амалдарын жасаймын. Ол амалдарды жасау, турасын айтқанда адамның басын айналдыру үшін тек қана фотосурет жарамайтын болып шықты. Су немесе арақ та көмектеспейді. Жасалған дұға сіңімді болу үшін құнарлы тағамдар, мәселен ет, шұжық апару керек екен. Және оны әлгі адам 1 рет емес, 2 рет емес, аптасына бірнеше рет жеп ішуі керек. Сонда ол кісінің басы арбаладымыз. Балгер осындай қызықты айтты маған.